Саламатсыздар ма, YouTube каналының көрермендері. Бүгін сіздермен холодец жасау тәсілімен бөлісетін боламын. Соңына дейін видеоны көріп, лайк басып тіркеліп отырыңыздар. Бізге ол үшін сиырдың сирағы керек, аяғы жақсылап жуып аламыз. Бұл жерде 2 штугын алдым. Осыны бірінші мұздай су құйып бір қайнатып аламыз. 20 минуттай. Сосын қайта қайтарып алып, үстіне мен жылқы етін қостым. 1-2 килодай. Сонымен осыны бір 8-9 сағат қайнатамыз. Арасында ет ертерек пісетін болады. 3-4 сағатта оны бөлек аламыз. 8 сағат қайнағаннан кейін мен үстіне сәбіз, қарабұрыш, лап жапырағын, тұзын салып, тағы да жарты сағат қайнаттым. Жалпы 9 сағаттай қайнады бұл. Мінеке осылай етін бәрі бөлініп, сүйектермен ыдырап кетеді. Енді дастарханға қоюға ыңғайлы етіп әсемдеу үшін мына етін, таза етін бөлек тұрадым. Бұл жылқы еті. Сосын сирақтың өзінің мінеке езіліп кеткен еттері. Бұны бөлек тұрап алдым. Сәбізді кішкене гүлдеп тұрадым. Сорпасын сүзіп алдым сүзгіштен. Сөйтіп сервировка жасадым. Бетінің майын қалқып алу керек. Аппақ май болып тоңып қалады. Сервировкасына сәбіз, укроп, сосын горох, сосын етін салдым. Үстіне жаңағы пісіп шыққан сирақтың етін салдым. Үстіне сорпаны құйып, тоңдырдым, тоңазытқышқа қойып. 1-2 сағатта ғана тоңып қалды бұл. Бұл жерде 6 тысқа салып жатырмын. Жалпы бұдан көп шықты ол. Басқа тыстарға да салдым. Жалпы холодецті қысқы уақытта жиі істейтін боламыз. Бұл өте дәруменге бай, кальцийге мол. Қай уақытта болса да жеп отырсаңыздар болады. Өте сүйкімді ас. Үстіне сорпаны құйып, мұздатқышқа 2-3 сағатқа қойдым. Міне біздің холодец дайын болды. Енді ыдыстарымызға салатын боламыз. Міне біздің холодеціміз дайын болды. Сіздермен бірге болған Лейла. Видеоны соңына дейін көрген болсаңыздар, лайк басып, тіркеліп, комментарий жазып отырыңыздар.